Менің ауылым Жамбыл облысы Қордай ауданындағы Қайнар ауылы. Аудан орталығы Қордай ауылынан солтүстік-батысқа қарай 55 км жерде. Шу өзенінің оң жағалауында бұтаралы сұр жусан, бояуыш, күйреуік өскен сұр сортаңды сұр топырақты тау алды жазығында орналасқан. 1997 жылға дейін Благовещенка деп аталған. 1964-97 жылдар аралығында қызылша өсіретін Көкқайнар кеңшарының орталығы болып келген. Оның негізінде 1997 жылдан өндірістік кооператив және шаруа қожалықтары құрылды. 1999 жылы ауылда 2700 адам, ал 2009 жылғы санақ бойынша 2009 адам болды. Қайнар сөзінің нақты мағынасы бұлақ көзі дегенді білдіреді. Қайнар ауылында бұлақ көздері көп болған. Сол себепті бұл ауылға Қайнар есімі берілді. Туған ауыл, сен үшін тер төкпедім, кешір мені, сен тектелім. Бір сағыныш мазалап ертегі кеш жүреді, ылғи жанымды өртеп мені. Қатты маған қысуым күннен сені, сағынышым өзіңсің, мұң мен шерім. Қайран ауыл, қалдыңа үзіп алып жұдырықтай жүректің бір бөлшегі. Тұрғанда жасыл өлке жорға тынып, кешіріп алушы едім қырда отырып. Жауһардай жорға құмар жүрегімді алармем тұнығыңа бір батырып. Көнермес қасиет бар келбетінде, сағынтар жалғыз мекен жер бетінде. Ауылым, сенен алған тұнық сезім жанымды бір ән болып тербетуде. Бәр есімде бал ғұмыр бала кезім, арман қудым, ат міндім дала кезім. Қазыналым, қымбатсың маған мәңгі, қара шығыс секілді қара көзді. Келмеуге іздеп сені, дәт жетпеді. Сені жаралғаннан сағынуғай, жүрегім шаршағанда, көзілмей қанша адамға, мен саған ораламын, мен саған ораламын.